Сәлеметсіңдер ме оқушылар, бұл 4-ші сынып математика пәні 58-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы 3 таңбалы сандарға бөлу алгоритмі. Бірінші тапсырма. Есептеуді орындамай тұрып, бөліндінің мәніндегі цифрлар санын анықта. 52.965-ті 3-ке бөлгенде 17.655 болады. 5 таңбалы сан. Келесі 52.960-ты 32-ге бөлгенде 1655 болады. Яғни 4 таңбалы сан шықты. Келесі 52.800-ді 320-ға бөлген кезде 1-1-0-ден қысқартамыз. 52.080-ді 32-ге бөлеміз, сонда 165 болады. Демек 3 таңбалы сан шықты. Келесі 142.765-ті 5-ке бөлгенде 28.553 болады. 5 таңбалы сан. Келесі 142.750-ді 50-ге бөлгенде 1-1-0-ден қысқартамыз. Сонда 14.275-ті 5-ке бөлеміз, 2855 болады. 4 таңбалы сан шықты. Келесі 142.750-ді 125-ке бөлгенде 1142 болады. 4 таңбалы сан шықты. Келесі 892.500-ді 2-ге бөлгенде 446.250 болады. 6 таңбалы сан шықты. Келесі 892.500-ді 20-ға бөлгенде 1-1-0-ден қысқартып, 89.250-ді 2-ге бөлеміз, 44.625 болады. 5 таңбалы сан шықты. Келесі 892.400-ді 200-ге бөлеміз, 2-0-ден қысқартамыз, сонда 8924-ті 2-ге бөлеміз, 4462 болады. 4 таңбалы сан шықты. Екінші тапсырма. Бірінші берілген бөлу алгоритмін оқы. Екінші берілген бөлуге алгоритм құр. 135.270-ті 45-ке бөлеміз. 135-тен қайырамыз. 3-тен береміз. 45-ті 3-ке көбейткенде 135 болады. 135-тен 135 азайтқанда 0 болады. Енді мына 2-ні түсіреміз. 2 45-ке жетпейді, сондықтан 7-ні түсіреміз. 1-0 береміз. 27 ол да жетпейді, мына 0-ді түсіреміз. Тағы 0 береміз. 270 болды. Енді 6-дан береміз. 45-ті 6-ға көбейткенде 270. Сонда айырманың мәні 3006-ға тең. Келесі 508.800-ді 318-ге бөлеміз. 508-ден қайырамыз. 1-ден береміз. Сонда 318 болады. 508-ден 318-ді азайтқанда 190 болады. Енді мына 8-ді түсіреміз. Сонда 1908 болады. Енді 6-дан береміз. 318-ді 6-ға көбейткенде 1908 болады. 1908-ден 1908-ді азайтқанда 0 болады. Және мына соңындағы 2-0-ді әкеп мұнда жазып қоямыз. Сонда айырманың мәні 1600-ге тең болды. Үшінші тапсырма. Есептеп дұрыстығын тексер. 135.270-ті 45-ке бөлгенде 3006 болады. Дұрыстығын тексеру үшін 3006-ны 45-ке көбейтеміз. Бастапқы 135.270 саны шығады. Келесі 439.270-ті 545-ке бөлгенде 806 болады. Дұрыстығын тексеру үшін 806-ны 545-ке көбейтеміз.
бастапқы 439.270 саны шығады. Келесі 454.227-ні 227-ге бөлеміз. Сонда 2001 болады. Дұрыстығын тексеру үшін 2001-ді 227-ге көбейтеміз. Бастапқы 454.227 саны шығады. Келесі 643.284-ті 321-ге бөлгенде 2004 болады. Дұрыстығын тексереміз. 2004-ті 321-ге көбейткенде бастапқы 643.284 саны шығады. Келесі 547.300-ді 421-ге бөлгенде 1300 болады. Дұрыстығын тексеру үшін 1300-ді 421-ге көбейтеміз. Бастапқы 547.300 саны шығады. Келесі 826.826-ні 826-ға бөлеміз. Сонда 1001 болады. Дұрыстығын тексеру үшін 1001-ді 826-ға көбейтеміз. Бастапқы 826.826 саны шығады. Төртінші тапсырма. Өрнектерді жаз және олардың мәнін тап. А нұсқасы 29.376 мен 72 сандарының бөліндісін 16 есе арттыр. Есе арттыр десе көбейтеміз. Сонда 29.376-ны 72-ге бөліп, оны 16-ға көбейтеміз. Сонда бірінші бөлу амалы, екінші көбейту амалы орындалады. Жақша ішінен 408 шығады. 408-ді 16-ға көбейткенде 6528 болады. Ә нұсқасы 55224 пен 78 сандарының бөліндісінен 87552 мен 144 сандарының бөліндісін азайт. Сонда бірінші амал 55224-ті 78-ге бөлеміз. Екінші амал 87552-ні 144-ге бөлеміз. Үшінші амал 2 жақшадан шыққан сандарды бір-бірінен азайтамыз. Сонда бірінші жақшадан 708, екінші жақшадан 608 шығады. 708-ден 608-ді азайтқанда 100 болады. Б нұсқасы 801.000 санынан 39424 пен 56 сандарының бөліндісін кеміт. Бірінші жақшаның ішін орындаймыз. 39424-ті 56-ға бөлгенде 704 болады. Екінші азайту амалын орындаймыз. 801.000-нан жақша ішінен шыққан 704-ті азайтамыз. Сонда 800.296 болады. Бесінші тапсырма. Билеттердің құнына қара. Өрнектер бойынша есеп құрастыр. Билеттерге қараймыз. Ересектер билеті 700 теңге, студенттер билеті 500 теңге, балалар билеті 300 теңге. Бірінші өрнек бойынша есеп құрастырамыз. 17 билет 300 теңгеден, 2 билет 700 теңгеден. Осы билеттерді сатып алу үшін барлығы қанша теңге төленді? Есептің шешуі бірінші өрнекті пайдаланамыз. Бірінші амал 300 көбейту 17. 300-ге 17-ні көбейткенде 5100 теңге болады. Бұл балалар билетінің құны. Екінші амал 700 көбейту 2. 1400 болады. Бұл ересектер билетінің құны. Үшінші амал 5100-ге 1400-ді қосамыз. Сонда 6500 теңге болады. Бұл барлығы. Өрнектің мәні 6500-ге тең. Жауабы билеттердің құны 6500 теңге. Екінші өрнек бойынша есеп құрастырамыз. 23 билет 500 теңгеден, 12 билет
300 теңгеден. Барлығы неше теңге болады? Екінші өрнекті пайдаланамыз. Бірінші 500-ге 23-ті көбейтеміз. 11500 теңге болады. Екінші амал 300-ді 12-ге көбейтеміз. 3600 болады. Үшінші амал 11500-ге 3600-ді қосамыз. 15100 теңге болады. Өрнектің мәні 15100 болады. Жауабы 15100 теңге. Үшінші өрнек бойынша есеп құрастырамыз. 18 студенттер билеті 500 теңгеден. 18 балалар билеті 300 теңгеден. Студенттер билеті балалар билетінен нешеге артық? Есептің шешуі. Үшінші өрнекті пайдаланамыз. Бірінші 500-ге 18-ді көбейтеміз. 9000 теңге болады. Екінші 300-ді 18-ге көбейтеміз. 5400 теңге болады. Үшінші амал 9000-нан 5400-ді азайтамыз. 3600 теңге болады. Өрнектің мәні 3600. Жауабы студенттер билетіне 3600 теңге артық төленді. Алтыншы тапсырма. Есепті шығар. Музейдегі жәдігерлерді қалпына келтіруші мамандар 12 күн бойы 4 сағаттан жұмыс істеді. Барлық жұмысты орындау үшін 73 сағат қажет. Олар әлі қанша сағат жұмыс істеу керек? Егер мамандар күніне тағы 1 сағаттан артық жұмыс істейтін болса, қалған жұмысты орындау үшін қанша күн қажет? Ең алдымен 12 күнде қанша жұмыс істегенін анықтаймыз. Ол үшін 12-ні 4-ке көбейтеміз, 48 сағат болады. Бұл 12 күнде. Барлығы 73 сағат қажет. 73-тен 48-ді азайтамыз, 25 сағат болады. Әлі істеу керек. Егер мамандар күніне тағы 1 сағаттан артық жұмыс істейтін болса, онда 4-ке 1-ді қосамыз, 5 сағат болады. Бұл күніне 1 сағат артық істейтін болса. Қалған жұмысты орындау үшін қанша күн қажет? Барлығы 25 сағат қалды. Оны 5 сағатқа бөлеміз, сонда 5 күн болады. Жауабы әлі 25 сағат жұмыс істеу керек. Қалған жұмысты орындау үшін 5 күн қажет. Жетінші тапсырма. Мәтінді оқы, оның ішінен есеп құрастыруға деректер таңдап ал. Есеп құрастырып, оны шығар. Алматы қаласынан 170 километр жерде Тамғалы шатқалында ұзындығы 10 километр, ені 3 километр тасқа қашап салынған 5000 сурет петроглифтер бар. Оның 2000 суреті шамамен ұзындығы 500 метр, ені 250 метр аумақты алып жатыр. Есеп құрастырамыз. Тамғалы шатқалында ұзындығы 10 километр, ені 3 километр тасқа қашап салынған 5000 сурет петроглифтер бар. Бір суреттің ауданы нешеге тең деп сұрақ қойып, есеп құрастырамыз. 10 километрді метрмен өрнектейміз, сонда 10.000 метр болады. 3 километрді метрмен өрнектегенде 3000 метр болады. Сонда ауданын анықтау үшін 10.000-ды 3000-ға көбейтеміз. Сонда 30 миллион метр квадрат болады. Ол жерде 5000 сурет петроглифтер бар. Сонда 30 миллионды 5000-ға бөлеміз, 6000 метр квадрат болады. Жауабы бір суреттің ауданы 6000 метр квадратқа тең. 8-ші тапсырма. А және Б нүктелерінен қарағанда бейнеленген суретті тап. А нүктесінен қараймыз.
мына үшеуі де көрінеді, сонда бұл биіктігі болады. Ол екінші суретке сәйкес келеді. Және мына жақта екеуі көрінеді, ол мына жерге сәйкес келеді. Сонда А нүктесінен қарағанда екінші сурет бейнеленген екен. Енді Б нүктесінен қараймыз. Мұнда үшеуі де көрінеді. Міне биіктігі мына үшеуі. Мұнда екеуі көрінеді. Міне екеуі. Мұнда біреуі көрінеді. Міне біреуі. Сонда Б нүктесінен қарағанда үшінші суретке сәйкес келеді екен. 9-шы тапсырма. Есептердің шешуін өрнек түрінде жаз. А нұсқасы: музейге арнап N жиектеме әзірленді. Бұл әзірленуі тиіс жиектеменің 2/1 бөлігі. Тағы қанша жиектеме әзірлеу керек? Есептің шешуін өрнек түрінде жазамыз, сонда 2n азайту n болады. Ә нұсқасы: пойыз n сағат бойы А км сағат жылдамдықпен қозғалады. Егер межеленген жерге дейінгі арақашықтық b км болса, оған қанша километр жүру қажет? Өрнекті жазамыз. b азайту n көбейту a болады. Б нұсқасы: егер билет x теңге және экскурсия жетекшісінің қызметі y теңге болса, 6 оқушы музей кассасына қанша теңге төлейді? Билеттің құны x теңге, жетекшісінің қызметі y теңге және барлығы 6 оқушы. Сонда x көбейту 6 қосу y деген өрнек болады. В нұсқасы: автобус 40 км сағат жылдамдықпен b сағат жүрді. Оған қажетті межеге дейін d км жүру керек. Автобус барлығы қандай арақашықтықты жүріп өтуі қажет? Автобус 40 км сағат жылдамдықпен b сағат жүрді. Оған межеге дейін тағы d км жүру керек. Сонда 40 көбейту b қосу d өрнегі болады. 10-шы тапсырма. Торкөздердегі сандардың орналасу заңдылығын тап. Бірінші 34, 37. 34-ке 3-ті қосқанда 37 болады. 37-ге 3-ті қосқанда 40 болады. 40-қа 3-ті қосқанда 43 болады. Демек, мұндағы заңдылық әрбір келесі санға 3 саны қосылып отыр. Сонда сұрақ белгінің орнындағы санды анықтау үшін 37-ге 3-ті қосқанда 40, 40-қа 3-ті қосқанда 43, 43-ке 3-ті қосамыз. Сонда 43 қосу 3 тең 46 болады. Сұрақ белгінің орнында 46 саны болады. Келесі 61, 63. 61-ге 2-ні қосқанда 63 болады. 63-ке 3-ті қосқанда 66 болады. 66-ға 70 шығу үшін 4-ті қосамыз. Енді осы заңдылық бойынша сұрақ белгінің орнындағы санды табамыз. 67-ге 69 шығу үшін 2-ні қосамыз. 69-ға 3-ті қосамыз. 72 болады. 72-ге 4-ті қосамыз. 72 қосу 4. 76 болады. Сонда сұрақ белгінің орнында 76 саны болады. 11-ші тапсырма. Есепте 209-ды 905-ке көбейткенде 189.145 болады. 233-ті 630-ға көбейткенде 146.790 болады. 40.803-ті 201-ге бөлгенде 203 болады.
826.281-ді 909-ға бөлгенде 909 болады. 102.555-ті 265-ке бөлгенде 387 болады. 242.963-ті 427-ге бөлгенде 569 болады.